маса ұшып келіп сіздің қолыңызға қонады. Химиялық нәрсені теріге енгізіп, қанды ішуді бастайды. Сіз кей кезде оны тіпті маса шаққаннан кейінгі қызыл ісікпен шағылған нүкте болмағанда мүлдем байқамас та едіңіз. Шаққаннан кейінгі жағдай ұнамайтын шығар. Бірақ мына қызыл ісік сіздің денеңіз иммундық жүйе арқылы жақсы қорғалған екендігінің белгісі. Иммундық жүйе инфекция таралып кетпеу үшін және ауру таралып кетпес үшін күресетін болады. Иммундық жүйе барлығы бірігіп денеге келетін қауіпке қарсы күресетін жасушалардан, ұлпалардан және ағзалардан тұрады. Оларсыз біздің организмдер миллиардтаған бактериялардың, вирустардың, улы нәрселердің шабуылына төтеп бере алмай, нәтижесінде өлімге алып барар еді. Тіпті жай қағаздың кесіп кетуіне не мезгілдік тұмаудан да. Иммундық жүйенің ең маңызды топтарының бірі ақ қан жасушалар деп аталатын миллиондаған лейкоцит жасушалар болып табылады. Лейкоциттер ми сүйегінде пайда болып, қан жүйесі мен лимфа жүйесіне аттанады. Қан тамырлар жүйесі ағзадағы токсиндер мен зиянды нәрселерді жоюға көмектеседі. Тамырлар арқылы лейкоциттер еркін қозғалады. 1 микролитр қанда 4000-нан 11000-ға дейінгі лейкоциттер болуы мүмкін. Ағзада айналып жүргенде олар ағзамыздың күзет қызметі сияқты іс атқарады. Уақытылы адамның қанын, терісін және ағзаның патогендік агенттерге тексеріп отырады. Бұл жүйеге дабыл беретін нәрселер антигендер деп аталады. Ол патогендік агенттерде немесе ағзаға өзге жерден келген нәрселердің үстері арқылы із қалдыра алады. Лейкоциттер антигендерді уақытында анықтағанда аз уақыттың ішінде иммунитет қорғанысы жауап ретінде қорғаушыларын жібереді. Біздің ағзамызға әртүрлі қиындықтағы патогендер қауіп төндіре алады. Соған сай біздің иммунитет те қарсы тұра алатындай болуы керек. Яғни бұл сол шабуылдарға төтеп беруге әртүрлі типтегі лейкоциттер бірге жұмыс жасайтынын білдіреді. Лейкоциттердің көп түрлігіне қарамастан біз оларды екі түрлі классқа бөлеміз. Әрқайсысы екі түрлі майданда күресетін болады. Ең алдымен патогендермен майданда фагоциттер бірінші болып жауап береді. Олар иммундық жүйенің жауабы ретінде қан айналымына макрофагтар мен дендритті жасушаларды жібереді. Қан айналымында жүріп, бұл жасушалар көздеріне көрінген ағзаға оғаш жасушаларды жеп қою арқылы жойып жібереді. Бұл патоген жасушаларын жеп қойғаннан кейін фагоциттер сол оғаш жасушалар туралы ақпараттарға анализ жасап біліп алады. Және ақпараттарды лейкоциттердің екінші тобына қарай лимфоциттерге жібереді. Олар қорғанысты басқаратын топ. Одан соң лимфоциттердің Т лимфоциттер деп аталатын тобы оғаш жасушаларды іздеуге шығып, тапқан кезде дереу өлтіріп тастайды. Ал бұл уақытта Б лимфоциттер және көмекші Т лимфоциттер деп аталатын келесі топ бұл күрделі оғаш жасушалардан келген ақпараттарға анализ жасап, дереу арнайы ақуыздар тобы антиденелерді дайындауға кіріседі. Бұдан кейін басты нәрсе басталады. Әрбір антиген үшін құлыпқа кілт дайындаған сияқты арнайы антиденелер дайындалады. Антигенге жабысу арқылы антидене бұл шабуыл жасаған жасушаларды жойып жібереді. Б жасушалар осындай миллиондаған антиденелер дайындауға қауқарлы. Олар ағзадағы айналымда жүріп, соңғы зиянды патоген өлгенше күреседі. Ал иммундық жүйе осылай патогендермен күресіп жатқанда, біз температураның көтерілуі немесе қызыл ісіктер сияқты симптомдарды бастан өткізіп жатамыз. Ағзаның бұндай реакциясы иммундық жүйенің күресіне көмектесіп жатқаны. Температура көтерілген кезде бактерия мен вирустар одан әрі бөлініп тарала алуын жалғастыра алмай қалады. Өйткені олар температураға өте сезімтал. Ал ісіну, зақым алған жасушалар белгілі бір химиялық нәрсе бөлгенде пайда болады. Бұны көрген тері дереу сұйықтық бөліп фагоциттерге дабыл береді. Ал фагоциттер сол жерге жетіп патогендерді және зақым алған жасушаларды жойып жібереді. Қалыпты жағдайда иммундық жүйе арқылы қауіп бірнеше күннің ішінде басталады. Бірақ бұл ең бастысы емес. Олардың ең басты қызметі аурулардың өлім алып келетіндей дәрежеге дейін өсіп кетпеуін қадағалау. Уақытылы ағзамызды қадағалап отыру арқылы иммундық жүйе ұзақ уақыттарға ағза иммунитетін қалыптастырады. Б және Т лимфоциттері антигендерді анықтағанда олардан келген ақпараттарды болашақта дәл осындай антигендер қайта келгенде оларды дереу тану үшін өздеріне сақтап қалады. Егер соған ұқсас патогендер ағзаға еніп кетсе, антиденелер оларды танып, көбірек жасушаларды зақымдамай тұрып, дереу жою арқылы жойып жібереді. Бірақ бұл әр кезде дұрыс бола бермейді. Көптеген адамдар автоиммунды аурумен ауырады. Бұл ауру бойынша иммунды жүйе қателесіп кетіп, ағзаның сау жасушаларын патогенде бойлап қалуы мүмкін. Автоиммундық аурудың себептері әлі белгісіз, бірақ олар кейде тіпті иммундық жүйенің дұрыс жұмыс жасауының өзіне зақым келтіре алады. Одан кейін адамда мынадай аурулар пайда бола бастайды: артрит, қант диабетінің бірінші типі және таралып кеткен склероз. Бірақ
көбіміз үшін бүкіл өміріміз бойы иммундық жүйе ОРВИден келетін 300-ге жуық шабуылды және басқа да қауіпті инфекцияларға қарсы тұрады. Иммундық жүйесіз біздің ағзалар бұндай патогендерге төтеп бере алмай, бұл патогендер үлкен қауіп тудырар еді. Сондықтан да егер сізге келесіде тұмау тисе немесе маса шағып алса, иммундық жүйені еске түсіріңіз. Біз оларға қарыздармыз.